Теңіз саяхаты кезінде Арендель патшасы мен патшайымы дауылға тап болды. Герда олардың кемесі суға батып бара жатқанын түсінгенде, ол өзінің соңғы сәттерін қыздарына хат жазу үшін пайдаланады. Ал Агнар әйелі жазған жазбасы бар шыны бөтелкені мұхитқа лақтырады. Кеме апатқа ұшырағаннан кейін 5 жыл өткен соң, Анна мен Эльза ата-аналарының құрметіне салынған қабірге гүл шоқтарын әкеледі. Ал жаңа патшайым Аренделла әпкесіне үйлену тойына арнайы сыйлық таңдағанын айтады. Шатырға келгенде Эльза шкафты ашады. Ал Анна анасының жоғалған үйлену көйлегін көргенде қатты қуанады. Әпкесі киімін ауыстырып жатқанда, Эльза анасының күнделігін оқып, ата-анасының өліміне оның кінәсі бар екенін мұңайып түсінеді. Күнделігін оқып отырып, Анна ата-анасының бәрі ойлағандай дипломатиялық миссияға бармағанын біледі. Шындық мынада, король Агнар мен патшайым Герда Эльзаға ем іздеуге аттанды, өйткені олар оны тоқтатуды қажет ететін қараңғы нәрсені көрді. Осы кезде Эльза ата-анасы оның кесірінен кетіп қалды деген қорытындыға келеді, және Анна құрбандық үстеліне жалғыз баруға мәжбүр болғаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Олармен болған оқиғаның шындығын білуге және әпкесінің ар-ұжданын тазартуға тырысып, Эльза болашақ қайын атасымен кездесуге барады. Заң және ұлы Победен патша мен патшайымның бұл сапарға шығуына не түрткі болғанын сұрайды. Тролл бұл сұрақтың жауабын білмесе де, ол екі апалы сіңлілі Мистхавенге, яғни сиқырлы орманға баруға кеңес береді. Өйткені олар сол жерде шындықты білетін болады. Әпкесінің бұл тергеуді жалғастыруды құптамайтынын білген Анна үйлену тойына бірнеше сағат қалғанда Мистхавенге жалғыз баруға шешім қабылдады. Ол өзінің сіңлісінің портта екенін білгенде, Эльза бірден оның артынан барады. Бірақ Аннаның үйлену көйлегімен бірге сыйлық ретінде алған алқасын киіп, кемемен кетіп қалғанын біледі. Біраз уақыттан кейін әпкесін іздеп, Эльза ертегілер әлемінен кетіп, шынайы әлемге бет алады. Түн ортасында қаңырап, бос қалған жолмен келе жатып, ол белгіні көріп, өзін Стройбрук деп аталатын қалада тапқанын түсінеді. Серуендеп келе жатып, Эльза өзіне қарай келе жатқан көлікті көріп, оны тоқтату үшін өз күшін пайдаланады. Фургонды өз қолымен тоқтатқаннан кейін, патшайым қалаға қарай жолын жалғастырып, алдынан өтіп бара жатқан көліктерді тоңдырмау үшін өзін өзі басқаруға тырысады. Таң атқанда Лерой қалаға оралып, Эммаға түнде оған шабуыл жасалғанын айтады. Ол үйіне қайтып бара жатқанын айтып, бірдеңе оны сиқырмен ұрып, фургонын тоңдырды. Осы кезде Эмма мен Киллион жерде қалған мұз ізімен жүріп, қоймада тығылып жатқан Эльзаны тауып алады. Ол біреудің келе жатқанын түсінгенде, Арендель патшайымы оны қорғау үшін қар адамын жасайды. Ал құбыжық жұпты қуа бастайды. Көшеде келе жатқан зұлым қар адамын көріп, тұрғындар қашып кетуге бел буады. Ал Эмма оны тоқтату үшін достарынан көмек сұрайды. Жаратылыс орманға кіре салысымен суперқаһармандар тобы оны тоқтатуға тырысады. Бірақ ақыры жеңіліске ұшырайды. Осы кезде Мерион жауына оқ атпақшы болады, бірақ оны да құлатады. Әйел жаншылып кете жаздаған кезде Регина пайда болып, қар адамын жою үшін өз күшін пайдаланады. Сол түні Голд мырзаның антиквариат дүкеніне кіріп бара жатып, Эльза әпкесіне сыйға тартқан алқасын тауып алып, оны табуға бір қадам жақындағанын түсінеді. Ол әпкесіне не болғанын білмейінше, Эльза тұрғындардың кетуіне жол бермеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға дайын. Стройбруктың кетуіне жол бермей, қаланың айналасында мұз қабырғаларын тұрғызады. Бірнеше жыл бұрын сиқырлы орманға келгенде, Анна Кристофтың досы Дэвидпен кездесіп, оның миссиясын орындау үшін одан көмек сұрайды. Дэвид, оның ең жақсы достарының бірінің қалыңдығы екенін түсінгенде, оған көмектесуден тартынбайды және Аннаға баспана ұсынады. Осы кезде бет барлық ауыл тұрғындарынан алынатын салықты жинауға келеді. Бірақ Дэвид пен оның анасы Руттың оны төлеуге ақшасы жоқ, төле. Сондықтан әйел келесі күнге дейін төлем жасауға уақыттары бар екенін айтады. Әйтпесе олар фермадан айырылады. Бет кете салысымен Анна Дэвидті фермасын қорғау үшін күресуге көндіреді және оған қылыш ұстауды үйретуге уәде береді. Алайда келесі күні таңертең қораға кірген кезде Дэвид Аннаның тұтқынға алынғанын білу үшін бетпен бетпе-бет келеді. Досының қалыңдығын құтқаруға бел буған ер адам тиранмен күресу үшін қылышын алып, бет сарбаздарын жеңу үшін өзінің шеберлігін пайдаланады. Әйелді байлап болғаннан кейін, Дэвид өзінің қызметкерлерін Аннаның тұрған жерін анықтау үшін пайдаланады және оны босатып үлгереді. Осылайша жас әйел өз миссиясын жалғастыра алады. Оның қаласының айналасында қабырғаларды кім тұрғызғанын анықтауға бағытталған тергеу барысында шериф Эльзамен кездесіп, оның інісін іздеп жатқанын көреді. Әпкесі қызының қауіпсіздігіне алаңдап, Дэвидке оның жағдайы жақсы ма, жоқ па, соны тексеру үшін келеді. Ал Эльза оған қауіп төніп тұрғанын сезеді. Осы кезде мұз ханшайымы эрозияны тудырып, оны Эммамен бірге қабырғаның ішіне жауып тастайды. Шерифтің сыртта жүрген әкесімен сөйлесуге мүмкіндік беретін құрылғысы бар екенін түсінгенде, Эльза келіссөздер жүргізу мүмкіндігін көріп, Дэвид әпкесін тапқаннан кейін ғана Эмманы жіберетінін айтады. Бірнеше сағаттан кейін, оның денесі суып кете жаздаған кезде, Эмма Эльзадан Аннаны табуға көмектесу үшін оны босатуын сұрайды. Содан кейін мұз ханшайымының өз күштерін басқара алмайтынын біледі. Егер ол қаласа да, Эльза бұл қабырғаларды қалай бұзуды білмейді.
Өйткені оның қабілеттері эмоциялармен тығыз байланысты және Анна оған өз сезімдерін басқаруға көмектесетін жалғыз адам. Қызын босатуға бел буған Дэвид қазір Стройбрукта қасапшы болып жұмыс істейтін бетке барады. Бұл әйелдің қызметкерлері бір кездері оның тұтқыны болғандардың барлығының қайда екенін анықтай алатынын білген Дэвид оны ұрлау үшін Киллианның көмегіне жүгінеді. Содан кейін қызын құтқару үшін оралады. Эмманың тоңып қалатынын түсінген Эльза зейінін шоғырландырып, өз күштерін бақылауға алады. Олар мұздағы тесік арқылы қашып үлгереді. Ал мұз ханшайымы беттің таяғын пайдаланып, әпкесін табуға тырысады. Ол Аннаның тұрған жерін дәл анықтай алмаса да, Эльзаның тірі екенін растауы бар, және оны табуға деген үміт оның жүрегінде қайта жанды. Сол түні патшайым өз күшін пайдаланып, қаланың айналасына тұрғызған қабырғаларын бұзуға тырысты. Бірақ мұздың еруіне бірдеңе немесе біреу кедергі жасап жатқанын түсінді. Шериф Стройбруктың айналасында тұрғызылған мұз қабырғаларын бұзудың жолын іздеп жатқанда, Марион мен оның күйеуі Роланды балмұздақ жеуге шақырады. Балмұздақ дүкеніне кіргенде, олар Ингридпен кездеседі және әйелдің балмұздақты мұздату үшін сиқыр қолданып жатқанын білмейді. Өйткені бүкіл қала электр қуатынсыз қалды. Кейінірек мэриядағы тұрғындар жиналысы кезінде Марион есінен танып, денесі салқындай бастайды. Әйелін қалай құтқарарын білмей, Робин Регинаға барып, Марионға не болғанын анықтауға көмек сұрауға шешім қабылдады. Ол сиқырды алып тастай алмаса да, Регина мұздату әсерін бәсеңдете алады. Бірнеше минуттан кейін Эмма пайда болады, және Эльза мұздату сиқырын жоюдың жалғыз жолы шынайы сүйіспеншілікті көрсету екенін айтады. Робин әйелін сүйіп алу үшін бірден еңкейеді, бірақ көп ұзамай оның сүйісі оны қайтару үшін жеткіліксіз екенін түсінеді. Қалыңдығы кеткеннен кейін көп ұзамай Кристоф Ханстың Аренделге шабуыл жасауға дайындалып жатқан әскерді басқарып жатқанын біледі және тергеу үшін Свенмен бірге тауға шығуды шешеді. Лагерді аңдып жүргенде Кристоф солтүстік аңғардағы үңгірде Эльзаны және сиқыры бар кез келген адамды түрмеге жабуға қабілетті жасырын урна бар екенін біледі. Өзінің ашқан жаңалығын патшайыммен бөліскеннен кейін Кристоф онымен бірге үңгірге барады және урнаны тапқанда Эльза онда көне тілде бірдеңе жазылғанын түсінеді. Ол онда не жазылғанын шешуге тырысып жатқанда Ханс пен оның ағалары пайда болып шайқасты бастайды. Патшайым өз күшін жауын кепілге алу үшін пайдаланып жатқанда Кристоф оларға қылышымен шабуыл жасайды. Бірақ Аннаның бұрынғы күйеу жігітінің қолына түседі. Жездесін құтқару үшін Эльза урнаны Хансқа береді. Ал ол қақпақты ашқанда Ханза да Ингридті босатады. Жас жігіттің оны ұсқынсыз деп атағанын естіген әйел оны тоңдыруды ұйғарып, ағаларын қорқытады. Ингрид сарайға келгенде, ол Герда патшайымның әпкесі екенін айтады. Ал Эльза оның тәтесі бар екенін білгенде таңғалады. Орманда Эльзаға ұқсас қабілеттері бар біреуді іздеп жүргенде, Эмма Робин Гудпен бірге жұмыс істеген ұры Уилл Скарлеттпен кездеседі. Жауап алынғалы жатқанда жас жігіт қашып кетеді. Бірақ Дэвид оны ұстап алып, балмұздақ дүкенінің есігін сындырып жатқанда бір түрлі нәрсені көргенін айтады. Уиллдың мақсаты мекемеден ақша ұрлау болды. Бірақ кетер алдында ол балмұздақтың бәрі қатып қалғанын, тіпті қалада электр қуаты өшкеннен кейін бірнеше сағаттан кейін де байқады. Өзінің шындықты айтып тұрғанын дәлелдеу үшін ұры балмұздақ дүкеніне тағы бір рет кіруге бел буады. Ал ас үйге кіргенде Эмма оған қажетті растауды алады. Айналасындағылардың бәрі қатып қалғанын көрген шериф Вулдың шындықты айтқанын түсінеді. Бірақ оның қашып үлгергенін білгенде ашуланады. Осы уақытта орманда Эльза өзі сияқты қабілеті бар әйелді тауып алып, олардың бұрыннан таныс екенін біледі. Киллиан түрмеге жабылғаннан кейін Ингрид Ролдер Эльзаның естеліктерін қалпына келтіргенін, сондықтан оның әпкесі Аннаның оны урнаға салғанын ұмытып кеткенін айтады. Неліктен Марионға сиқыр жасағанын сұрағанда, Ингрид мұны адамдарды Эльзаға қарсы қою үшін жасағанын айтты. Осы кезде Ингрид өзінің сиқырын пайдаланып, Киллианды жоюға тырысады, бірақ оны мұз ханшайымы тоқтатады. Бақытымызға орай, Эмма дер кезінде пайда болып, әйелге шабуыл жасайды. Ал Дэвид өзінің досы қарақшының қашып кетуіне көмектеседі. Ингрид тұзаққа түскенше, Регина Марионды тірі қалдыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды және мұз оған жетпеу үшін әйелдің жүрегін жұлып алады. Сол түні Эмма Ингридті іздеуге көмектесу үшін Регинаның артынан барған кезде Эльза әпкесінің атын атаған даусын естіп, орманға жалғыз өзі барды. Бірнеше минуттан кейін ол жартасқа тап болды да, Аннаның арғы бетінде қалып қойғанын көргенде, Эльза оған жету үшін мұз қабырғасын көпір салды. Алайда, ол әпкесіне жақындағалы жатқанда, Анна жоғалып кетеді. Ал Эльза оны табу үшін орманға тереңірек барады. Ақыры сіңлісін тапқанда, мұз ханшайымы оны құшақтап алады. Бірақ бұл Ингридтің оны ішке кіргізу үшін жасаған арзан айласы екенін түсінеді. Ол өзінің тәтесіне алданып қалғанын түсінген кезде, бұл өте кеш болды. Өйткені Эльза өзін шынжырға байлап тастайды. Мұз Регинаның көмегімен Эмма досы салған мұзды көпірді тауып алады да, оны кесіп өтіп бара жатқанда, екеуі де дауылдың астында қалып қояды. Олар Ингридтің жақын жерде екенін түсінгенде, екі дос екінші жағына өтуге асығады және көпір құлағанға дейін жартастың үстінен өтіп үлгереді. Алайда, екінші жағына жеткенде, Эмма мен Регина Ингрид жасаған мұзды сарбазға тап болады және олар өз өмірлері үшін күресуге мәжбүр болады. Ақыры олар құбыжықтың бір қолын жойып үлгергенде, оның қалпына келуге қабілетті екенін біледі.
сондықтан оны жеңу үшін күш біріктіреді. Жаратылыстың денесі еріген бойда Ингрид пайда болады, және Регинаның айнасын ұрлап, жауларын тұншықтыруға тырысады. Осы кезде Эльза келіп, Аяз атаны апасын құлату үшін жібереді. Ол қалып, төбелесудің орнына қолында бар сиқырлы артефактымен қашып кетуге бел буады. Іздеді. Регина айнаға қамалған Сиднейді босатқаннан кейін, Ингрид миссияны аяқтау үшін артефакттың бір бөлігін, жарылған үлкен сиқырлы айнаны пайдаланады. Ингридтің басты мақсаты өзін сол қалпында жақсы көретін және оның күшін қабылдайтын отбасын құру. Сондықтан ол Эмманы қуып, оны өзінің одақтасы болуға көндіруге тырысады. Жоғалған әпкесін табуға көмектесті және Аннаның ата-анасы іздеген сиқырлы қалпақты тапқанын анықтады. Король мен Арендель патшайымының сапарының себебі Эльзаның күшін алып, оны барлық зұлымдықтан емдей алатын артефакт табуға деген ұмтылыс болды. Алайда Ингрид үшін қалпақ жас әйелден оны ерекше ететін нәрсені алып тастайтын еді. Сондықтан ол шешім қабылдады. Аннаны қамалдың зынданына қамау үшін. Ингридтің айтуынша, оны осы урнаға қамап қойған, оның әпкесі Герда болған, және оның мақсаты дәл осы жерде болған. Бұл Эльзаның Аннаның қолынан дәл осындай тағдырға ұшырамау үшін. Тәтесі өтірік айтып жатыр деп күдіктенген қар ханшайымы түрмедегі әпкесіне қонаққа баруды ұйғарады және күзетшілерді бөлмеден шығуға көндіру үшін Ингридтің жағындамын деп кейіп танытады. Күзетшілер кетіп бара жатқанда, Эльза Аннаны босатып, Ингридті қоқыс жәшігіне қайта салуға көмектесуін сұрайды. Өйткені ол тәтесінің қауіпті екенін түсінеді. Тәтесі ханның қатып қалған денесінің жанындағы шкафта жасырған урнаны ұрлап алғаннан кейін, Эльза олардың ата-аналары туралы айтқандары рас па деп сұрайды. Ал Анна патша мен патшайымның үлкен қызынан айыру үшін сиқырға барғанын растайды. Алайда Анна мұны қателік деп санайды және әпкесін өз қабілеттерінен бас тартуға көндіруді жоспарламайтынын айтады. Өйткені ол оны сол қалпында қабылдайды. Оның күштері бақылаудан шығып кеткенін түсінген Эмма адам денесінен жақсылық сиқырын кетіретін сиқырды білемін деп мәлімдеген Голд мырзадан көмек сұрауға шешім қабылдады. Эмма бұл сиқырдың қайтымсыз екенін білгеннен кейін де ол әрекет етуді шешеді. Өйткені ол бәрінен бұрын жақсы көретін адамдарына зиян тигізуден қорқады. Голд картаны алып, күн батқанға дейін қараусыз қалған сарайға келуі керек әйелмен кездесу орнын белгілейді. Эммамен кездесуге барар алдында Голд Ингридке барады және оны түрмеге қамау үшін Эльза жойған урнаның күшін пайдаланады. Шерифті түрмеге жабуды жоспарлап отырғанын білген Ингрид оған ескерту үшін өзінің сиқырлы айнасын пайдаланады. Алайда Эмма жолдың ортасында қар ханшайымын көргенде, оны айналып өтпек болып апатқа ұшырады. Бірнеше минуттан кейін ол көліктен түсіп үлгергенде, шериф Ингридтің алтын туралы ескертуге тырысқан голограммасына тап болды. Алайда Эмма бұл әйелдің бір сөзіне де сенбейтіндіктен, оны елемеуге бел буып, сарайға қарай бет алады. Урнаны тапқаннан кейін, Анна әпкесінен Ингрид олардан күдіктенбеу үшін оны қайтадан камераға апаруын сұрайды. Алайда Анна оны тұзаққа түсіру мүмкіндігіне ие болмай тұрып, кенеттен Ингрид пайда болып, өзінің жоспарын ашады. Әйел Эльза оның өтірігіне сеніп, оны жазалайды деп үміттенген. Оның сіңлісі, бірақ ол мұндай жағдай болмаған жағдайда өзін дайындады. Ол өзінің күшін Аннаны сиқырлау үшін пайдаланады. Сол сәттен бастап, жас әйел зұлымдықты тек жақсы көретін адамдарынан көре алады. Ол сарайға келгенде, Аннаның жүрегі ашыға толады, және ол әпкесін оны елемегені үшін кінәлайды. Оның жастық шағы. Осы кезде Ингрид пайда болады. Ал Эльза әпкесінің сиқырланғанын түсінеді. Әйел жиенін әпкесін мұздатуға көндіруге тырысқанда, Анна урнаны ашады. Ал мұз ханшайымы тұтқынға түседі. Әпкесі түрмеге жабыла салысымен, Анна сиқырдан арылып, оған тәтесі шабуыл жасайды. Содан кейін, Кристоф өзінің қалыңдығын қорғау үшін келгенде, Ингрид ашуланып, осы патшалықта тұратындардың барлығын қатыруды шешеді. Өзі үшін бақытты аяқталу үшін, Ингрид сиқыршымен келісім жасау үшін үңгірге кіріп, оны шынайы әлемге жібереді. Қар ханшайымының мақсаты өзі сияқты керемет күштерге ие екі апалы сіңліні табу, өйткені оның биологиялық әпкелері оны ешқашан қабылдамаған. Алайда Ингрид 1982 жылы жіберілді және оның екінші әпкесі болатын Эмманың дүниеге келуін бірнеше ондаған жылдар күту керек. Қараусыз қалған зәулім үйге келгенде, Эмма алтын іздеп қыдырып жүр. Ал оның атын атаған әйелдің даусын естігенде, зұлым бала оны қарсы алу үшін сиқырлы қалпағын дайындап жатыр. Осы уақытта Эльза әпкесін табу үшін Регина дайындаған іздеу сусынын пайдаланады және оны Эммаға апарады. Шерифтің өз қабілеттерінен бас тартуға ниетті екенін түсінгенде, Эльза өзін толық қабылдауды үйрену керек екенін айтады. Өйткені сонда ғана ол өзінің қабілеттерін бақылауға алады. Сол түні Эмма отбасымен қайта қауышқанда, ол оларға қуанышты хабарды жеткізіп, енді өз қабілеттерінен бас тартпайтынын айтты. Сонымен қатар, ол оларды басқаруды үйренді және өзінің қабілеттерін аспанда әдемі отшашулар жасау үшін пайдаланады. Шамдарға алаңдап, Эмма мен Эльза Ингридтің білектеріне лента байлап жатқанын байқамайды, және олар өздерінің сиқырларының дұрыс бағытта келе жатқанын сезіне бастайды. Сол түні Голд қар ханшайымына қонаққа келіп, оның өзін босатып үлгергенін көреді. Енді ол әпкесінің күшін бақылауға алған соң,
Ингрид бүкіл қаланы таң қалдыратындай күшті болды. Күн батқан кезде Стройбруктың барлық тұрғындарының қараңғы жағы жер бетіне шығады және олар бір-бірін құртуға мәжбүр болады. Шайқастың жеңілгенін түсінген Голд Ингрид пен әйелі мен балаларымен бірге қаладан кетуге рұқсат беру туралы келісім жасасуға шешім қабылдады. Немересі қараңғы түскенге дейін ол өз қаласының қарғысқа ұшырағанын білгенде, Эмма заклинание күшіне енгенге дейін тұрғындарды эвакуациялауды шешеді. Бірақ бұл үшін қажет. Сондықтан ол мұз қабырғаларын қалай бұзу керектігін анықтауы керек. Осы кезде Аренделге жасалған заклинание бұзылып, патшалықтың барлық тұрғындары, соның ішінде Анна да аяздан босатылады. Әпкесін табудың жолын іздеп жүргенде, ханшайым Ханс пен оның ағаларының таққа отыруына жол бермеу керек. Оларды басты залға қамап тастағаннан кейін, Анна мен Кристоф орманға қашып, тілек жұлдызын қалай табуға болатынын білу үшін Блекбергпен кездесуге барады. Алайда, ол жерге жеткенде, ерлі зайыптылар қарақшының Ханс үшін жұмыс істеп жатқанын көреді және екеуі де кеудеге қамалып қалады. Кейінірек ол мұхитқа лақтырылды. Кеудеге теңіз суы құйылған кезде, Кристоф өзін тығырықтан босатып, содан кейін қалыңдығының білектерін шешіп үлгереді. Сол кезде Анна бұл кеудеден тірідей шыға алмайтынын түсініп, Кристофты құшақтайды. Содан кейін ерлі зайыптылар суға батып кете жаздаған кезде, олар тұрған ағаш жәшік пайда бола бастайды және екеуі де Эльзаны қарсы алу үшін жағаға лақтырылады. Жеңілдеп, Эльза әпкесін құшақтау үшін жүгіреді. Ал Анна осы уақыт бойы оның алқасына тілек жұлдызы бекітілгенін біледі. Күн батып кете жаздаған кезде Эмма отбасымен кездесуге барады және Дэвид пен Мериді бір-біріне ренжітпеу үшін әртүрлі камераларға қамап қояды. Ата-анасы қамауда отырғанда, Эльза жаңа туған інісін қарғысқа ұшыратпау үшін қорғайды. Ал Эльза оған оның әпкесіне жабысады. Ұлының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Регина оны қалалық әкімдікке қамап, есіктерді сиқырмен жабуды шешеді. Сондықтан оны ешкім, оның ішінде өзі де көре алмайды. Сіз кіре аласыз. Содан кейін әйел сиқырланған кезде, оның сиқыры ешкімге зиян тигізбейтініне сенімді болу үшін өзін криптовалютаға қамап қояды. Анна қазірдің өзінде сол сиқырдың құрбаны болғандықтан, бұл оған әсер етпейді. Бірақ Кристоф өзін және басқаларды құртып алмас үшін оның қолына кісен салу керек. Ингридпен жағдайды қалай шешуге болатынын білуге тырысып, Эмма баланы Аннаның қамқорлығына қалдырады және Эльзадан оны табуға көмектесуін сұрайды. Оның тәтесі. Олар балмұздақ дүкеніне келгенде, олар қар ханшайымына тап болады. Бірақ білектеріне байланған таспалар оны ренжітуге кедергі келтіретінін біледі. Қала тұрғындары көшеде бір-бірімен соғысып жатқанда, Эмма мен Эльза көмектесетін бірдеңе іздеп, алтынның антиквариат дүкеніне асығады, таспаларды кесіп тастайды. Бірақ көп ұзамай оларды қорғайтын сиқырды жою оңай емес екенін түсінеді. Таспаларға күш берген Ингридтің махаббаты екенін біле тұра, шериф жек көрушілігі оның махаббатына тең келетін адам сиқырды жоя алады деген қорытындыға келеді. Сондықтан ол зұлым патшайымның киімін киген Регинамен кездесуге барады. Ол сиқырланғаннан бері бұл әйел өзінің қараңғы жағында өзін өзі білдіруге жол берді және Эмманың келуін асыға күтті. Ол өзінің күшін тежеу сиқырын бұзу үшін пайдаланғаннан кейін шериф ішке кіріп, зұлым патшайымның жүрегіндегі Осуаридегі өшпенділікті одан әрі өршіту үшін өтірік ойлап тапты. Содан кейін шабуыл кезінде Эмма сиқырды бағыттау үшін таспаларды пайдаланады және осылайша өзін босатады. Регинаны жеңгеннен кейін екі дос қыз Ингридтің сарайына жүгіріп барып, әйелдің бірнеше жыл бұрын ұрланған естеліктері бар екі кристаллы бар екенін біледі. Эмма мен Эльза естеліктерін қалпына келтіріп жатқанда, Регина полиция бөліміне келіп, Меридің баласын құртамын деп қорқытады. Анна оны тоқтатпақ болғанда, зұлым патшайым ерлі зайыптыларды олар келген жағажайға қайта жіберіп, ақшақармен жекпе-жекті бастайды. Күйеу жігіттің сиқырға байланысты бақылауды жоғалтып алғанын түсінген Анна оны жағажайда тапқан бөтелкесімен ұруға бел буады. Нәтижесінде Кристоф есінен танып қалған бойда анасы жазған жазбаны тауып алады. Ханшайым бірден Аренделдің бұрынғы патшайымы қалдырған хатты оқу үшін әпкесімен кездесуге жүгіреді. Ал Ингрид әпкесінің оны ешқашан ұмытпағанын біледі. Ингрид орнаға қамалғанына қарамастан, Герда оны қабылдамағаны үшін және оның әпкесінің ерекшелігі неде екенін түсінбегені үшін өзін ешқашан кешірген емес. Сиқырлы қалпақ іздеген сапарында патшайым қызының күшін жою туралы шешімін өзгертіп, Эльза мен Аннаға Ингридті босату туралы нұсқау қалдырды. Әпкесінің оны жақсы көретінін және істеген ісіне өкінетінін түсінгенде, қар ханшайымының қатып қалған жүрегі жылынып қалады. Бірақ ол мұны істей алмайды. Эмоцияларын басшылыққа алуға мүмкіндік бермейді. Аннаның хатты қолдан жасағанына сеніп, Ингрид оған шабуыл жасайды. Бірақ ол Герданың естеліктері бар кристалды ұстағанда жиенінің шындықты айтып тұрғанын түсінеді. Ингрид Стройбрукке сиқыр жасағанына бірден өкінеді және Эмма мен оның жиендерімен қоштасқаннан кейін, бұл қарғысты жоюдың жалғыз жолы екенін біле тұра, өзін өзі жою үшін өз күшін пайдаланады. Қар ханшайымы жоғалып кеткеннен кейін, сиқырлар сейіліп, қала тұрғындары татуласа бастайды. Оларды соқыр ететін өшпенділіктен арылғаннан кейін, ақшақар мен зұлым патшайым жекпе-жекті тоқтатып, өздеріне күле бастайды. Өйткені олар Эмманың жеңісінен жеңілдейді. Сонымен, бұл эпизод туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жаңа бөлімдерге жазылыңыз. Келесі кездескенше.